Қайырлы күн, құрметті жерлестер және көрермендер. Қойнауы қазына, жері қот, туған жеріміз Жаңақала, тарихқа өте бай аудан. Сәуле механизатор қыздар бригадасы ауданымыздың атын күллі республикаға танымал етті десек, шындықтың ауылынан алыс кетпейміз. Сәуле қыздар бригадасы 1971 жылы Қызылоба ауылында құрылған. Біз бүгін Сәуле механизатор қыздар бригадасы туралы әңгіме өрбітпекпіз. Сіздер үшін арнайы деректі фильм түсірдік. Бұл деректі фильмнің түсірілуіне қолдау танытқан Аманат партиясы Жаңақала аудандық филиалы, демеушілік көрсеткен Жаңақала аудандық мәслихатының депутаты, Қызылоба ауылының тұрғыны Айбек Тасанов мырза. Ендеше экранға сәл бері жақын отырып ыңғайланыңыз да біздің дайындаған деректі фильмімізді көруді бастаңыз. Біз сол кезде жас болдық. 69 жылы менің өзім мектеп бітірдім. 70 жылы мен оқуға түсе алмадым. Осы совхозда туып өскен кісімін. Тап осы жерде бұл енді жаңадан құрылған совхоз. 63 жылы совхоз болып құрылды осы Красногор. 12 қыз келіншек біздер 72 жылы бәріміз бір жаңа трактор алып берді. Н50 жаңағы 52. Сондай белорустарды айдап шықтық. Қазіргі менің әкем Есен папа, ол кісі сондай ұйымшылдау қабілеті күшті болды. Ол кісінің бізді атақ абыройымызды жыл сайын жаңағы әр жерге демалысқа, тіпті біздің бармаған жеріміз жоқ. Болгария, Чехословакия, Румыния, бүткіл қалалардың бәрін бізге аралатты ғой. Бізді жаздай жұмыс жасаймыз да, сосын күзде бізді демалысқа жібереді бір-бірлеп. Сәуле бригадасында талай қызықтар болды ғой. Енді мысалға мен әуелі гравель айдадым менің өзім, 12 метрлік ұзын. Сосын әлгі гравель бір күні сынып қалды. Біздегі қарайтын ағаларымыз бар, жаңағы Оразай деген біздің ағамыз болды. Біздің сол сынғанымызды, керегімізді бәрін әкеліп беріп тұрады. Содан мен гравелям істемей қалды. Мен трактордың ішінде отырмын, гравелямның астында Оразай аға жатыр. Сосын бірдеме деп айқайлайды. Сосын шығып қарадым. Алға деп айқайлайды. Сонда қасына бармай тұрмын ғой, балалығым ғой. Трактордың үстіне шығып тұрмын. Алға дейді, мына кісі алға дейді. Алға болғанда гравелямның ішінде жатыр. Оны мен қалай етсем екен, қатты жүрсем, ол кісіге бір зиян келер. Қой, оны мен бірге салып жайлап тартып қарайын деп скоростьқа салдым да, жайлап бірге салып жүрсем, бір қарасам Оразай ағам гравелямның ішінде бүйтіп домалап жатыр бүйтіп. Шошып кеттім. Сосын тоқтатып, айырып жіберіп шауып бардым ол қасына. Жоғары көтеріп қойдым, және гравелямның ішіне шығып жатыр, шөп болып. Сонда ұрыспайды, өзі бір тамаша адам болды, сондай бір кісі. Айналайын, мен саған балға дедім ғой деп сөйлейді. Сіз балға дедіңіз ба, мен түсінбедім, алға деп айтты деп ойладым деп. Мен сөйтіп әлгі жаңағы Оразай ағамды өлтіріп алуға қалғам. Бірақ соны үйрендік. Әсет Бесеуов сол жылы келіп, бізге аққу қыздарды алып кетті. Папа сол жылы 60-ға толды, Асыл ағаны шығарды. Жадырап сәуле бейне күнде дарыны, еліңе еңбегіңмен нұр сыйладың. Биікке қанат қаққан ару қыздар, сіздерге жүрегімнен жыр сыйладым. Ән болып таралып, жыр болып таралып, алыстан алыс жеттіңдер. Қанатың таралып, көліңнен нәр алып, аққу боп самғап кеттіңдер. Шалия апа, саламатсыз ба? Мінекей, сізге келіп жатырмыз. Осы Аманат партиясы Жаңақала аудандық филиалының қолдауымен осында ардагерлерді ардақтайық деген бір жоба бастап жатырмыз. Бұрында қателеспесем 1900 қай жылдар еді? 71 жылы осы мамыр айында екен. Осы Сәуле бригадашылар мектебі құрылған екен. Тек қана қыз келіншектерден құралған. Соның құрамында өзіңіз болыпсыз. Мен болған жоқпын. Болған жоқпын. Сол жалпы қалай келдіңіз? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Сол еңбек еттіңіз ғой жалпы сол неде? Жоқ, мен істеген жоқпын онда. Мен 68 жылы анау Көктерек ауылында
жалпақталдым. Сонда тракторист болдым. Сосын қыста мамандық жоқ істейтін. Сосын Рим заводқа барып 3 айлық токарлық курстан өттім. Жаз трактор айдап, қыс токар болдым сол ауылда. Сосын 73 жылы Жаңғала ауданының Питимар ауылына тұрмысқа шықтым. Сосын токар болдым. Жұмыс жоқ. Жалпы енді токар деген мамандық жалпы нәзік жанды адамға кішкене келіңкіремейді ғой. Қиын. Ол кездегі енді заманның қиындығы, жалпы қыздарымызда, келіншектеріміз, аналарымызда сондай бір ауыр жұмыстар істеген ғой. Сол кездегі бір жұмыс барысы туралы айтсаңыз, қандай бір қиындықтар болды, қазіргі заманмен салыстыра отырып, байланыстыра отырып әңгімелеп берсеңіз, жас ұрпаққа. Енді жас ұрпаққа әңгімелеп берген уақытта токар деген уақыт таңдамайтын жұмыс. Мысалы, сезон кезінде таңертең кей уақыттарда тіпті өткендерді айтқанымды. Таңертең бір сиыр сауып отырсаң, бір трактор шөпті жүрмей қалды дейді, келіп тұрады енді құтта қандай ғана бір істемей қалды деп. Клапан істемей қалды деп келіп тұрады. Сосын енді шауып барып, мұтымаға барып, клапанды жонып жіберіп, трактор минуттық жұмыстан тоқтап тұрады ғой енді. Сондай қиын. Қайта келесің үйінде жолдастарың бар, біздер декретный демалыстан кейін тіпті үйде отырып көрген жоқпыз. 3 айдан кейін қайта шығып кетеміз ғой, енді өмірдің сол уақыттағы балаларды асырау керек. Оларға киім керек, тамақ керек, қанша жұмыс істеген мен жолдасым шопыр болды, табысы көп болған жоқ. Газовик болса, сондай жұмыс істеді енді. Шәріп апа, енді өзіңіз бана қызмет еткен жылдарыңызды, сол кездегі бір жұмыс барысын айтып жатсыз ғой. Енді өзіңіз сияқты әріптестеріңіз де болды ғой. Солар туралы бір естеліктеріңізбен бөліссеңіз. Біздер енді жұмыстасы мастерский деген үлкен кеше Красноғордың несінде 60 жылдығында айтып жатыр, кілең малшы, сауыншы, осылар күшті еңбек етті, тракторист еді. Мен айтам, ең бірінші менің совхоздың көркі мастерской. Оған тек құрттай бір мысалсын бәйірдің сүт машинасының басындағы гайка сүзіліп кетсе де келеді ғой. Соны жонып бере қойшы деп. Сол мастерскойда кәдімгі керемет Амангелді деген, Меңдібай деген кілең ер адамдар болды. Мен әйел адаммен жұмыс істеп көрген жоқпын. Сосын жерде Төлеш деген жұмыстасымыз болды. Бәріміз тату кәдімгі. Біреуіміздің жұмысымыз ол уақытта мастерскойда пеш жоқ, салқын жерде, қыс суық, сондай жұмыстарды істедік. Сосын мастерскойда біздің Мәрфуға деген апамыз болды. Әр подшипниктің складчик, кәдімгі қай жерге орналастыратын, әр ремен қандай машинаға нететін, бәрін жатқа өлетінді. Мен кеше сол ести отырар енді. Қатты ренжідім, кеше 60 жылдықта сол кісінің аты аталмай қалды, жаман ызаландым. Ол кісі деген сондай қазір бар Красногорда, Мәрфуға деген апай. Подшипник, қай жерге керек енді? Сосын құтта қандай бір подшипниктен бастап, мынадай подшипниктерге дейін болады ғой. Соның бәрін жатқа біледі әр кісі. Ол кезде Сәуле бригадасында көп кісі болған жоқ, азын шоғын кісі болған. Мен 72-де бітірдім мектепті. 71 жылы сол мына жаңағы наставницамыз Күндер апай болды. Мына жерде міне. Күндер апай, мынау Орақбаев Есен Шегірейұлы бұл директор. Совет одағының батыры. Совет одағының батыры. Красногор совхозының директоры болды. Мына Темірғазиева Күндер апай наставницамыз болды. Негізі мынау Нұрғалиева ағайды білесіздер ғой, енді Әділғазы ағай бірінші секретар болды сол кезде. Сол кісілердің осы бригада ашайық, қыздар бригадасына ашайық деген ұсыныс болған ғой. Біздер білмейміз ғой енді, ол уақытта біздер мектепте оқып жүрміз. Ажғалиева Гүлмәржан ең бірінші бригаданың бригадирі болған Ажғалиева Гүлмәржан, сосын Күндер апай, жаңа Қауметова Дина, Байғалиева Райсапа. Ең бірінші бригадта санаулы ғана трактор айдаған. Сол кезде енді... Сіз неше жаста болдыңыз ол кезде? Кіргенде, Ақтөбеден келгенде? Мен Ақтөбеден келгенде 72-де мектеп бітірдім. 73-те сол Алматыда училищеде оқыдым. Швейный училищеде оқып, соны жұмыс істеп жатқанда 74-те қайтып келдім. Сонда нешедемін, 16 жасымда мектеп бітіргенде 18-де болып тұрмын ғой.
18-де келіп сәуле бригадасына кірдім. 18-де 74-те сәуле бригадасына кірдім. Жазғы сезонда сәуле бригадасында істедік. Біздер тек қана бригадада істеп қойған жоқпыз. Мысалы деген майда неге ремонтқа шығамыз. Енді біздер көп біліңкіремейміз. Олақта көбіне ер адамдар біздерге көмектеседі, солар оңдап береді. Солардың оңдап алдымызға салып берген тракторын біздер айдап шығамыз ғой. Сынып қалса, сынып қалған жерге тастаймыз. Оңдау білмейміз. Сөйтіп ер адамдардың қамқорлығы көп болды, оны жасырмаймын. Енді кілең тек мектеп бітірген, шапқылап жүрген қыздарымыз ғой, енді соларды жинап әкеліп тракторға отырғызып қойғасын, енді біле беріңдер. Енді сосын солай істедік, бірақ бригаданы ұйымдастыру жақсы болды сол уақытта. Есен Шегірейұлы деген күнде келіп тұрады бригадқа. Таңда біздер сенокосқа шықпас бұрын ол кісі келіп тұрады машинамен. Ал қыздарым қалдырың қалай деп. Сол біздер бірдеңе керек болса, инженерге, я механикке ешкімге жолықпаймыз, тіп-тіке директорге кіреміз. Орақбаевқа. Солай жүрдік, енді біздің барлық жағдайымыз жасады. Есен ағай, жатқан жер жарық болсын. Бригадта жүргенде біздерге көп қамқорлық жасады. Мынау енді қазір Күнзира апай деген Ленин орденді тракторист болып есептеледі ғой енді. Бұл кісінің 2 қызы істеді бригадта. Жұмасұлу, Гүлбадан деген. Сосын мынау бригадта енді істеген қыздар сол кезде Жалмұрзина Шолпан істеді, Жалмұрзина Айман істеді. Дүйсеғалиева Баян, Дүйсеғалиева Меңсұлу ағайынды қыздар істеді. Мынау Мәрзия, Жұмағалиева. Көзі тірісілер бар ма? Бар, көзі тірі бұлардың бәрі, көбі тірі. Мынау Шолпан қайтты. Сосын Нұрсұлу, Қуанова Нұрсұлу деген ол да жоқ қазір енді, қалғандары бар. Күнзира апай қайтты, Енді осы қыздар, мынау Райса апалар, Ажғалиева, Гүлмәржан апалар бәрі деген жақсы еңбек етті. Қазір енді Гүлмәржан апа жоқ, Райса апа бар ауылда. Таңертең 5-тен тұрып, нешеге дейін күнмен? 5 емес, таңғы 3-те тұрамыз біздер. Мен өзім таңғы 3-те тұрып, поварларды оятам. Мен бригадир болдым. Сон жаңағы Ажғалиева Гүлмәржан 77-де тұрмысқа шықты. Орнына мен бригадир болып қалдым. Бригадир сайлады. Сол бригаданың бригадирі болғасын. Сонда таңғы 3-те тұрып, Мәрзия мен Балымтай деген, Ұлықпанова Балымтай, Жұмағалиева Мәрзия деген 2 повар қызымыз болды. Сол 2 повар қызды оятам. Олар тұрып сиырларын сауат, 2 сиырымыз бар. Сиыр сауат, тамақты әзірлейді. Сосын сағат 4-те барлық отырып алып тамақ ішеді. Сағат 5-те сенокосқа түсеміз. Ой, таңғы ауаменен қалың көк шөпті жапырып атқан өте тамаша. Сағынасың кейде еске түсіп. Осыдан 50 жыл бұрын біздің Қызылобада жерінде қыздар бригадасы болған, соның белді мүшесі болғансыз, трактордың рөліне отырғансыз, трактор тізген дегенсіз, мал азығын дайындаған, соны біздер естіп, Аманат партиясының ардагерлерді ардақтайды деген жобасы бар, сол бойынша жастарға деген еңбекке баулу мақсатында бұрынғы аналарымыз, әжелеріміз осындай қызметтер атқарып, ер азаматтармен бірге қатарлас жұмыс жасап, еңбек етті деп, соны насихаттау мақсатында сізге келіп қалып жатырмық. Сіз сәуле бригадасында қай жасыңызда келдіңіз, қандай жұмыс атқардыңыз, функционалдық міндеттеріңіз қандай болды? Айтқанда 71-ші жылы 11 бітірдім. Майда бітірдім ғой. Соған сентябрьде сол тракторге шықтық 71-де. Соған 76-ға шейін істедім. 5 жыл жасадыңыз. Тракторды кім үйретті? Өзіміз оқып үйренді. Қостанай облысындағы Кәмшат апайды білеміз. Білеміз. Кәсім Сотайдан білеміз. Тарихта сол кісі қалып мысаға, да? Енді сіздерде жергілікті өлкетану тарихында барсыз, бірақ дегенмен де біздер сіздердің кішкентай қарғадай қыздар, айтқанда қарғадай қыздардың техниканы меңгеріп,
ер азаматтармен қатарлас жұмыс жасаған бізге жаңалық болып отыр. сол тракторды істедік, сол білмеймін қалай істегенімізді айтырсың. Таңертең Мен 5-те Жақсыбаева Нұржамалмын, есімім. Осылай 11 бітіргеннен кейін сәуле бригадасына келіп жұмыс істедім. Сол жұмыс істеп, сол жұмыста постоянно істеп, содан кейін тұрмысқа шықтым ғой, 76-шы. 70-ші жылы сол не алдым, әлі құрмет белгісі орденін алдым. Осында мына директор Орақбаев Есен Шериевич деген болды ғой біздің директор. Сол кісіге көп-көп рахмет, біздерді сәуле бригадасын сондай көтермеледі біздерді. Жағдайымыздың бәрін жасады. Жағдайдан ешқандай не болған жоқпыз, жақсы болды жағдайларымыздың бәрі. жұмыс ауыр болды ма? Жұмыс енді болады ғой, трактор боласын. Құрметті жерлестер, көрермендер, біздің түсірген деректі фильміміз сіздердің көңілдеріңізден шықты деген сенімдеміз. Бұл деректі фильм Аманат партиясының ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында түсірілді. Бұл деректі фильмді түсіруге мұрындық болған, қолдау көрсеткен Аманат партиясы Жаңақала аудандық филиалына және Жаңақала аудандық мәслихатының депутаты Айбек Тасанов мырзаға шынайы алғысымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Ұлттық мұраларымызды ұлықтайық, ардагерлерімізді ардақтауды ұмытпайық. Келесі жобаларда кездескенше аман сау болыңыздар.